ана ауылдың бір үрдісі қалып қойған. Бұзаулаған кезде сиыр бұзауының артын қарайсыз, ұрғаш еркек. Мынау еркек бұзау екен. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Кеше мына сиыр келмей қалған, сақа сиыр ғой мынау. Сауылып жүр, сауын сиыр бұл негізі. Тек қана осы келмей қалған, себебін қазір білетін сияқтымыз, міне бұзаулап қалған. Әзір бұзауламайды деп ойлап едік. Онымен бұзаулаған. О, жақсы, Аллаға шүкір. Қара қасқа бұзау туған. Мынау сақа сиыр ғой мынау деген. Себебі бұны жіберсек жаңағыдай мастит болуы мүмкін, я болмаса желіні қатайып қалуы мүмкін да. Сүт тек қана бұлар деген бір емшегін тауыс алмайды бұл бұзаулар. Сондықтан да анау бірнеше күн жатып қалғаннан кейін пайдасыз болып қалуы мүмкін қалғандары. Сондықтан да іздеп айдап алып кетем қазір. Ана ауылдың бір үрдісі қалып қойған. Бұзаулаған кезде сиыр бұзауының артын қарайсыз, ұрғаш еркек деп. Мынау еркек бұзау екен. Алла тағала береке берсін, не болса да жақсы. Ірі бұзау екен мынау деген. Сақа сиырдың бұзауы қаншыққамен. Аяқтанған. Кеше ғана жібердік ертеңгісін. Ана қараңыздар. Шуы түспеген әлі. Шуы түспеген. Бұзау аяқтанған кәдімгідей. Бұларда андай ғой, қорғаныш қабілеті мықты. Тығып тастайды мен. Дәл түсіп тұрмын ғой сізден. Әйтпесе таба алмай қаласыз. Бұзау да қозғалмай жатады инстинктпен. Сондықтан да Алланың қалауымен бір дәл түсіп тұрмын түсіне. Тыға алмай қалды бұл бұзауын. Бұлардың жаратылыстары бір қызық қой негізі. Мотоциклмен келіп едім негізі. Бұзау айдап келетір едім міне. Түлкі жүр ғой мына жерде, нені алып отыр. Мені көріп қалды. Барадыр. Суслик аулап жүр, суслик. Қуды қарашы ана. Мыналарын жақын қалды енді, не болса да. Енді сәл шыдаса бұзау. Құрметті достар, мынау келді міне. 3 километр жол жүріп келді мынау бұзау деген. Негізі көліктің реті болмады, мотоциклге артып алып оңғыз келіп еді, онымен мотоцикл сөніп қалады. Асықпай баппен айдап келдік. Шашаңқырап қалды енді, шашаңқырап қалды. Сиырдың шуы түскен жоқ әлі. Давай бас шамал қалды енді. Мына кіргізіп жібереміз ке орамға. Дегенмен шыдадай. Былтырғы құрдасымның бұқасы қарала бұқа еді. Содан қашып тұр бұлар. Негізі сақа сиырдың бұзау болғаннан кейін шыдап тойып алғаннан кейін солай дегенмен келді. Бұйырып тұрған бұзау енді далалықта кім білет не болатын. Себебі мына анамнаны сауып алады. Себебі бұлар деген желін ісіріп туғаннан кейін міндетті түрде уызын сауып алу керек. Әйтпесе денсаулығына зиян бұл сиырлардың. Солай.
О, міне телятникке кіргіздік. Көлеңке жерде жатыр. Сүтке тойып алып